Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы UFC 315 турнирінің мейн картындағы шымылдықты ашатын кездесу болмақ. Ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі, яғни 70 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Дәл қазіргі сәтте осы рейтингті нөмірі 13-ші орында тұрған, кезінде хайпта болған жауынгерлердің бірі француздық Бенуа Сен-Дени мен оның қарсыласы канадалық осы кездесуді небәрі 5 күн қалғанда қабылдап отырған Кайл Приполик арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Біз білетінде Бенуа Сен-Денидің негізгі қарсыласы испаниялық Джоэль Альварес болуы керек болатын. Бірақ та Джоэль Альварестің кездесу басталуына небәрі 5-6 күн қалғанда ауыр жарақат алуына байланысты оның орнына қысқа мерзімде жоғарыда атап өткендей Кайл Приполик шығып отыр. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша Бенуа Сен-Дени 100% анық фаворит ретінде есептелініп отыр. Өйткені Бенуа Сен-Денидің жалпы бокс стилі, тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің карате стилі, таэквондо стилі, сонымен қатар джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал канадалық Кайл Приполикке келетін болсақ, бұл жауынгердің жалпы нокауттық күші бар жауынгер екендігін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің бокс стилі, тік тұрып соғысу мен джиу-джитсу стилінің өте жақсы деңгейде екенін білеміз, достар. Менің ойымша бұл кездесуде француздық Бенуа Сен-Дени сарапшылардың ойын жоққа шығармай Кайл Приполикті техникалық нокаутпен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. But this is a grueling fight.